Біздің кардиганымыз почти дайын. Примерно осындай болып шықты. Біз қазір енді айналдырып отырып былай планка тоқимыз алдына. Бірде-бір резинкамен алдына былай айналдырып планка тоқимыз. Примерно сол мына резинка сияқты 7-8 ряд бізге жеткілікті. Содан кейін мына жерде бізде проймадан қалған спинкамен алдыңғы жақтың полностью айландырып сороковка спицаға тоже номер 7 40 сантиметрлік айналдырып әр кромочныйдан петля шығарамыз. Кейін сначала біз мынаны шығарамыз, жаңағы планкасын жасаймыз. Бізге планка жасау үшін біз көбіне қате жасайды. Кейбір мысалы білмейтін кісілер мына кромочныйдан петлялар алып отырады. Ал біздің кромочныйымыз ол 2 рядты алып отырады. Мысалы ол алдында бірінші рядта бір тоқимыз, келесі рядта біз тоқымаймыз ғой. Сол сияқты бұл 2 рядты алады. Бізде қате болмас үшін біз бірінші мына жерден бастаймыз. Планкамыз жиналып қалмас үшін біз шетінен бастаймыз да, и кромочный петлядан алмаймыз. Жаңағы немізді, планкамыздың петляларын біз мына жерден аламыз. Мынау бізде рядтар. Бірінші ряд, екінші ряд деп көрініп тұр. Екінші петля. Содан кейін үшінші петля. Мына көрдіңіз бе, мына кромочныйдан емес, келесі петляның ортасынан аламыз. Сол кезде біздің планкамыз не болады? Тартылмайды, ряд-рядымен шығады. Өстіп айналдырып, көрдіңіз бе? Өстіп айналдырып біз бүкіл жаңағы планканың несін алып шығамыз, петляларын алып шығамыз. Ал арт жақта қалған спинкадағы жаңағы 14 петля, мен мынандай спицаға шешіп қойдым. Бұларды жай кигіземіз, бірақ кигізер алдында мына жерден байқаймыз. Себебі егер былай кигіз салсақ, мына жер кішкене тесік болып қалады. Осы жерді қазір осы жерге келген кезде тоқтала кетемін. Так, міне шовтың несіне келдік. Так, мына жерде соңғы петля. Мына жерде көрдіңіз бе? Мынау біздің шов. Мынау петлямен екінші петляны екеуін қосып алыңыздар, себебі сол кезде дырка болмайды. Кішкене қиынға соғады, сол үшін крючок сізге көмекке келеді. Кигіземіз. Міне уже біз спинкаға көштік. Спинкада мына жерде міне қазір біз былай ала салсақ, былай тоқып кете береміз. Көрдіңіз бе? Мына жерде сол кезде дырка болмайды. Ары қарай тоқи береміз. Енді келесі жаққа көшеміз. Бұл жерде де тура солай болады. Мына жерде көрдіңіз бе? Тесік болмас үшін мына арасын қатты біріктіру үшін мына жерден мынау петлямен мынаның екеуінің ортасынан аламыз. Содан кейін мынаумен мына жерден ала берсеңіз болады. Көресіздер ғой, қалай сізге қарап тұр, қай жерге петля сұрап тұрады өзі. Сол жерде кіргізіп ала бересіздер. Главное, тесік болмаса болды. Дыркалар қалмаса болды. Мына екі жағаның арт жағында тесік, үлкен тесік қалмаса болды. Тесіктер қалып қалса, уже ары қарай әдемі болмай қалады.
жаңағы не аккуратный жұмыс болмай қалады да. Сол себепті аккуратно тоқимыз, асықпаймыз, ләззат аламыз тоқудан, наслаждаемся дейді ғой процессом. Өстіп айналдырып петлямыз кигізіп аламыз да. Бір лицевой, бір изнаночный қылып 8-7 ряд тоқысаңыз жеткілікті. Бірақ үшінші рядтан кейін түймеге тесіктер жасап бастаймыз. Потому что бұл кардиганға түйме керек обязательно. Оған да жеке тоқталамыз. Қазір пока 3 ряд тоқып шығайық, 3-4 ряд тоқып шығайық. Так, примерно біз 1, 2, 3, 4 ряд тоқыдық. Енді біз түймелікке орын дайындаймыз. Мында қараған кезде, мына көрдіңіз, мына жерде убавка басталады. Былайынан келіп, мына жерде убавка басталады. Біз мында 1, 2, 3 түйме салсақ жеткілікті деп ойлаймын. Так, біз 3 петляны тоқимыз. Соң кейін түймелік саламыз. 3 петлядан кейін. Так, содан кейін 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 петлядан кейін бір түймелік жасаймыз. Содан тағы да 1, 2, 3, 4, 5, 6. Міне, как раз сол жерде 13, міне. 3 ряд тоқимын, 3 петлядан кейін бірінші түймелікке. Содан 13 петлядан кейін екінші түймеге, тағы да үшінші түймеге 13 петля. Арасы 13 петля болады. Сол кезде бізде тең болып шығады аралар. Қазір мен сізге көрсетейін, примерно қалай оны жасаймыз. Үшеуін бірге тоқыдық. Енді накид жасаймыз. Петля жасаймыз. Бір петля. Екеуін бірге тоқимыз. Айналдырып. Мынау бізде изнаночный болып қалады келесі рядта. Енді бізде мынау получается екеуін бірге қостық. Міне. Мынау 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Петля жасаймыз. Енді мына петлямыз бізге қарап тұр. Бұның екеуін, мына изнаночный екеуін бірге істейміз. Сол кезде бізде так. Мынау бізде изнаночный, мынау лицевой болады. Значит, мынау бізде изнаночный болады. Екеуінің так орын алмастырамыз. Изнаночный алдына қоямыз да, мынаны изнаночный қылып тоқимыз. Бізде мына узор бұзылмауы тиіс. Так, мына бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Енді как раз мына убавка басталатын кезде уже түймеленеді. 13 петля жасаймыз. Мына бізде лицевой, екіншісі мына петлямыз изнаночный болады. Значит, бізде келесі петля лицевой болу тиіс. Ол үшін былай лицевой жасап аламыз да. Бұны тоқимыз. Енді по рисунку ары қарай тағы да 1, 2, 3 ряд тоқысақ бізге жеткілікті. Қазір изнаночный рядта мына біздің тесіктеріміз анық көрінетін болады. Біздің планка дайын. Мен тесік жасап болғаннан кейін 3 ряд тоқыдым да, содан кәдімгі қарапайым тәсілмен жаптым. Ешқандай эластичная форма деп ешнәрсе еткен жоқпын. Обычный қарапайым способ. Енді бізге рукава шығару керек. Рукаваны біз мына кромочный петлярдан шығарамыз. Мен жаңа айтқандай.
сороковка керек бізге 40 сантиметрлік. Жібімізді дайындаймыз. Камера жылжып кете береді. Так. Енді біз бастаймыз мына шеттен. Егер біз мына жерден алсақ, мына жақ тесік қалып қалады. Сол себебі бір ряд төмен түсеміз де осы жерден петля аламыз. Бізге самое главное тесік қалмау керек. Бірінші. Содан кейін мына жерден алмаймыз. Сонымен тура қатарында тұрған екіншісін аламыз. Так, енді жылжимыз. Мына алдық біз. Енді мына жерден аламыз. 3, 4. Мына кромочный, уже бірінші кромочный кетті. 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Так, мына жерде көрдіңіздер, мына жіптер тұр. Бұларды кішкене өзінше тартамыз да. Байлап тастаймыз. Так, қанша болды бізде? Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 болды. Мына жерге 19. Плечевой шовтан аламыз. Мына ортасынан көрдіңіз? 19, 20. 20. Мына жерден аламыз. 21. 21. Так, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Мына уже кеп қалдық. 34. Енді бізге мына жерде тоже дырка қалмау керек. 34. Мына жерден 35 аламыз. Болды. Ары қарай уже в круговой. Мына жерде белгілейміз. Начало рядов деп. Бір булавка, не болмаса маркер біліп қоясыз. Начало ряда. Осы жерден бастап біз подсчет жасаймыз. Расчет жасаймыз. Қанша ряд тоқуымыз қажет екенін шатаспас үшін. Осы жерден белгілейміз. И ары қарай айналдырып отырып, ешқандай убавка, прибавка жасамай, тек қана лицевой петлямен керек ұзындығымызды тоқып аламыз. Тоққан кезде біріншіден алып отырасыздар, себебі петляларыңыз айналып кетпес үшін. Передняя стенка дейді, мына петля міне передняя стенка, мынау задняя стенка. Сіз передняя стенкадан алып отырасыздар, сол кезде сіздің жаңағы жеңіңіздің узоры кардиганның узорымен полностью бірге жаңағы келетін болады. Көрдіңіздер, мына жерде уже петля айналып кетіп отырған. Мына жерден алсаңыз, сіздің петляңыз айналып кетіп отырады. Сол үшін за переднюю стенку аласыз. За переднюю стенку и өстіп ешқандай убавка, прибавка жасамай, керек ұзындығыңызды тоқып аласыз жеңіңіздің. Содан кейін керек жеңіңізді тоқып алғаннан кейін ұзындығын манжет тоқимыз. Манжет тоқымас бұрын бізге мына білегіміздің, мына кистің размерін біліп алуымыз керекпіз. Ол үшін мен қалай істеймін? Самый простой способ. Мына біздің резинкамыз бар ғой, ең астындағы начало. Соған бүйтіп қойып аламыз да, өзіміздің білегімізді өлшейміз. Мысалы былай. Ұстап тұрасыз да, қатты қыспайсыз, қатты тартпайсыз, қатты свободно қылмайсыз. Сәл резинка ұстап тұру қажет. Тырысып тұру қажет. Именно кистті. Міне осылай өлшейсіз де. И қанша раппорт узор. Раппорт узорымыз бізде 2 петля, лицевой мен изнаночный. Соны санап шығасыз. Мысалы менде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 раппорт. 10 раппорт дегеніміз бізде ол 20 петля. 2 петлядан
раппорт узоры бізде 2 петлядан құраса, 10 раппортымыз онда болады 20. Сол 35 петляны керек ұзындығымызда тоқ болғаннан кейін 20 петляға қысқартамыз. Содан кейін мынандай бірде бір резинка тоқимыз да қарапайым тәсілмен жабамыз. Енді өзіміз жаңағы самостоятельно тоқи берейік. Мен жеңін тоқып болдым. Примерно мына жерден санаған кезде менде 48 ряд болды, 34-35 сантиметр. Метр лентамен санағанда. Енді бізге убавка жасау керек. Мен айтып кеткенде 35 петлямызды біз 20 петляға қысқартамыз. Қалай қысқартамыз? Бізде количество бізде 35. 5 петляны біз жай тоқимыз, убавка жасамай. Қалған 30 петляны біз 2 петляны бірге тоқимыз. Мысалы, бірінші петляны біз сразу осы қысқарту жасап жатқан кезде біз резинкаға көшіп кетеміз. Так, бірінші біз изнаночный рядтан бастаймыз. Бірінші петляны қысқартпаймыз, екінші петляны қысқартамыз. Қысқартқан кезде біз екінші петляның бірінші за переднюю стенку міне былай кіргізіп, кішкене жібімізді тартамыз. Сол кезде бізде мынандай убавка болады. Так, біреу, екеу, енді үшеу, төртеу, бесеу, алтыншысын жай тоқимыз. Алтыды, жеті, сегіз, тоғыз, 10 петля. Мұны қарап санап отырамыз. Бізде біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 14, 15. 15 петля қалды. 15. Енді бізге 1, 2, 3, 4, 5, 6 петлядан 5 жасау керек. Тағы да санап алайық. Так, мына изнаночный рядтан бастап санаймыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 дұрыс. 15. Енді бізге 20 қалу үшін бізде мына 6 петлядан 5 петля шығарамыз. 15, 16, екеуін бірге қысқартамыз. 17, 18, 19, 20. 20 петлямызды мына спица бізге жарамай тұр. Егер сізде номер 7 чулочный спица болса, негізі жақсы болады, бірақ менде болмағандықтан мен Magic Loops әдісін пайдаланамын. Ол үшін біз мына петляларды екіге бөліп аламыз. Бір жағын қазір тоқитын жаққа жинаймыз. Мына саусақпен мына жерден ұстап тұрамыз. Мына петлялар мында кетіп қалмау керек. Тығыздап ұстап тұрамыз. Петляларыңыз шығып кетпесін. Қарап отырыңыздар. Мынаны тартамыз. Енді бізде мына жерде лицевой болды. Мынау изнаночный тоқимыз. Мына екеуінің арасында жалғасу тығыз болу үшін жіпті тартамыз. Қатты максимально тартамыз. Енді лицевой, изнаночный деп резинка тоқимыз.
мына жерде міне петлялар аяқталды. Енді тура солай етіп келесі жағын, екінші жағын солай істейміз. Мына жақтағы петляларды дайындап аламыз, тығыздап дайындап, алға қарай жылжытып дайындап аламыз. Кішкене ыңғайсыз, бірақ маған ұнайды осы әдіс. Мына петлямыз тартамыз. Келесі бізде мына изнаночный болды, лицевой болды, келесі изнаночный. Кішкене тартыңқырап изнаночный тоқимыз. Лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный. Егер қысқа спицамен, бізбен сороковкамен ыңғайсыз болса, онда жаңағы метровыйыңызды кигізіп, осы Magic Loops әдісімен осы резинканы тоқсаңыз болады. Егер түсініксіз болса, интернетте бұл туралы ақпарат өте көп, подробный мастер-класстар көп, ютубтан іздеп тапсаңыз да болады. Енді мына жағы аяқталды. Енді екінші рядқа көшеміз. Жаңа рядты біз бітірдік, бірінші рядымызды. Енді екінші рядқа көшеміз. Тура солай жинап аламыз. Тартамыз. Мына бізді кішкене ыңғайластырып. Содан кейін изнаночный, лицевой деп примерно 7-8 ряд тоқисыздар. Примерно сіздің жаңағы астындағы резинкаңыз, жаңағы ең бастағанда, не болмаса планкадағыңыздай резинкада количествода, сол количествода болу тиіс. Сол кезде әдемі көрінеді кардиганыңыз. Екінші жеңді тура өсіп тоқисыздар. Тура осы количествомен, мысалы 35 петляны шығарып аласыздар мына кромочный петлялардан. Содан кейін 48 ряд тоқисыз, тура өстіп 20 петляға қысқартасыз да манжет тоқисыз. Сонымен біздің кардиган дайын болады.